Қазақ тілінің 2 сыныпқа арналған 14-ші сабағы. Тақырыбы ю әрпінің жазылуы. Бүгін сенің білетін ю әрпінің жазылу ережесін білетін боласың. Түсініксіз сөздердің мағынасын сөздіктен табуды үйренетін боласың. Ендеше ю әрпі туралы енді баяндап көріп ал. Ю. Қысқа и, о дыбыстары естілгенімен жазғанда ю әрпі жазылады. Ю әрпі қазақ сөздерінде де, орыс тілінен енген термин сөздерде де жазыла береді. Ю қос дыбыстың таңбасы. И-ю, у-ю, и-ю, у-ю, ю, ю, үй-ю, жаю, жаю, кею, кею, қою, қою, ою, ою. Қазақ тіліндегі сөздерде и әрпінен соң у жазылмайды, ю әрпі жазылады. Қи, қию, ки, кию, ти, тию. Есіңде сақта. Ал ю әрпі жазылмай, и-ю, қысқа и, у дыбыстары естілуі бойынша жазылатын сөздер. Киюана, аюан, хайуанат, хиюа, нию. Ендеше балалар, жаңа бейнебаяндан ю әрпінің қосарлы екенін мысалдар арқылы білдіңдер. Енді жаттығуларға кірісейік. 56-шы жаттығу мәтінді түсіну оқы, түсініксіз сөздердің мағынасын сөздіктен қара. Болат пен Юра құрылыс басына барды. Құрылыста адамдар көп екен. Құрылысшылар 9 қабатты үй салып жатыр. Үйдің бірінші қабатында сылақшылар бригадасы жұмыс істеп жүр. Гүлсара мен Юля тәтей құбырларды қою сырмен сырлады. Ал Марат аға кранда жұмыс істеді. Құрылысшы болу қандай жақсы. Енді мәтінді өздерің оқығаннан кейін айтып беріңдер. Түсінгендеріңді қарамен жазылған сөздерді теріп жазасыңдар, және жазған сөздердің айтылуымен жазылуын салыстыратын боласыңдар. Алдымен осы мәтінде қандай түсініксіз сөздер бар екен балалар. Енді былай қарап тұрсақ, Юра деген енді ол баланың есімі. Ал құрылыс деген сөз деген ол қазір кездерде жаңадан салынып жатқан үйлер, балабақша, мектеп, завод, тағы басқа осыны құрылыс деп атайды. Ал осы құрылыста істейтін адамдарды құрылысшылар деп атайды екен. 9 қабат дегеніміз бірінің үстіне бірі салынған жаңағы әрбір пәтерді айтамыз. Бірінші қабаттың сылақшылар бригадасы деген жаңа үйді жөндеу кезінде сырлау, содан кейін цементпен дұрыстап жаңа тегістеу сияқты осындайды сылақшылар дейміз. Ал бригада дегеніміз топпен істелген жұмысты адамдарды айтамыз. Енді Юля деп бұл жерде үлкен тәтей деп тұр ғой. Сондықтан бұл жерде әйел адам екен. Олар да жаңағы жұмыс істеп осы құрылыс басында. Ал құбыр дегеніміз не? Құбыр дегеніміз жаңағы жылуды өткізген кезде үйдің ішіне құбырларды, содан кейін суды, осы құбырлар өткізіп, газды осы құбырлар арқылы өткізеді екен. Енді қою сырмен дегенде сұйық емес, енді қою сырмен сырлайды екен. Себебі олар істеп кетпеу үшін, тоттанып кетпеу үшін. Ал кран дегеніміз, Марат ағай кранда енді жаңа қабат деп айттық қой, қабатқа үлкен заттарды, цементті мысалы көтере алмайды адам, сондықтан бұл жерде көмекке келетін кран екен. Ол жоғары қабаттарға апарып, жаңа осы кранмен жеткізіледі. Мәлімдейік, сөзде и, о дыбыстары естілгенімен жазуда олардың орнына ю әрпі жазылады. Аю, өркею, олардың орнына ю әрпі жазылады. Аю, өркею. Я балалар, естілгенде жаңағы 2 дыбысты естимізді, ал жазғанда бір әріппен ғана шектелеміз. Келесі 57-ші жаттығу сөздерді оқы, олардағы дыбыстардың әріптері сана, дыбыс саны мен әріп саны сәйкеспеу себебін түсіндір. Бірінші сөзде енді көбею дыбыстық талдау жасалған үйге қарап, көбею дегенде бұл жерде к дауыссыз, ö дауысты, б дауыссыз, е дауысты, ю қосарлы дыбыс дедік жаңа и мен, қысқа и дауыссыз, у дауысты. Енді бізге айтады ғой,
дыбыс саны нешеу және әріп саны нешеу. Енді мына жерде молаю деген сөзге де талдау жасадық. Осындай неге қарап отырып, үлкею деген сөзге бізге сана деді ғой. 3 буын біз бірінші буынға бөліп аламыз. 5 әріп екен, 5 әріп екен. 1, 2, 3, 4, 5. Мына жерде де 5, көбею деген сөзге 5 әріп. Енді неше дыбыс? Неше дыбыс дегенде біз естіп 6 дыбыстан. Өйткені и мен уды қосарлы дыбыс болған кейін оны естіп тұрмыз. Ал жазғанда тек қана ю әрпі жазылады екен. Енді балалар сергіту сәтіне көңіл бөлейік. Бірінші сергіту орнымыздан тұрып, шалқайық қанекей. Шалқаю дегенде ю дыбысы естіліп тұр. Келесі еңкею, бәріміз еңкейік. Келесі қисаю, оң жаққа және сол жаққа қисайып, осылай денемізді шынықтырып алайық. Шалқаю, еңкею, қисаю дегенде ю дыбысы жазылып тұр. Естиміз біз и мен удан. Келесі шығармашылық тапсырмаға келейік. 58-ші жаттығу. Көрнектен орнына тиісті сөз қойып, өлең құрастырып жаз. Ормандағы аю, ойы балға тою. Орманда жүрген аюдың негізгі мақсаты жаңа балға тойып алу. Қазір түсіндіреміз, неге ол ормандағы аюдың жаңа балды іздеп жүргенде. Бірақ балды, аю балды неліктен ұнатады деп ойлайсың. Аю, қою, той сөздеріндегі ю қандай дыбыстардан құралғанын. Балалар шында да аю бал іздеп жүрме? Жоқ. Аю неліктен балды ұнатады дегенде, кез келген жануарлар мысалы өздерінің құрамында калориясы мықты, көп азық-түліктерді жеуді ұнатады. Неге? Себебі ол қыстыгүні терісіне жаңа майды жинау үшін және қыстыгүні ұйқыға кету үшін азық-түліктерді жүріп отырып жинап жейді екен. Енді жаңағы аю, қою дегенде қосарлы и мен у деп айтты. Келесі сұраққа жауап берейік. Аю мен қасқыр. Бірде қасқыр аюлардың қыста ашықпау сырын білгісі келді. Ашықпау дегеніміз не? Яғни қарны ашпау деген ғой, тамақты талғамайды. Сонда аюды не деп жауап беруі мүмкін? Ол қасқырға қандай ақыл кеңес берді деп ойлайсың? Осы сұрақтарды басшылыққа алып, әңгімені әрі қарай жалғастырып жаз. Балалар, әңгімені жалғастырып жазу үшін сендерге көмек ретінде мына бейнені ұсынамын. Аюлардың қыста ұйықтауы оларды аштан өледен қорғайды екен. Аюдың ағзасы тамақты көп қажет етеді, ал жануарларға қыста мұндай мөлшердегі азықты табу оңай емес. Қыста ұзақ ұйқыға кеткен аю қозғалыссыз жатады. Оның үстіне оның дене температурасы 30 градусқа дейін түсіп, ал жүрек әрі өкпе қызметі баяулайды. Ағзаның бұндай қалпы ұзақ ұйқыға дейінгі аюдың жинап алған майын үнемді түрде жұмсауға көмектеседі екен. Бұл оның қыстан аман есен шығуының бірден бір себебі. Ал аюдың аяғын жалауы оның қарны ашқандығынан емес. Бұл әрекетімен аю құрғап бара жатқан табанын нәрлендіріп және қабыршықтанып кеткен терісінен құтылады екен. Мінекей балалар, аю туралы жаңа ақпараттар алды. Енді оны қармақтай жазу өзінің құзырында. Және сәттілік сендерде. Енді сабағымызды қорытындылай келе, бүгін біз қандай дыбыспен таныстық, ол қалай жазылады екен, естілгенде, жазу жазғанда. Мінекей бүгінгі сабақ жөнінде өзінің ойында айтып береді.